Сәлем достар, сіздермен бірге Муслим Муса. Біз бүгінгі видеода қалай пернетақтамен тез жұмыс жасауға болады, нақтырақ айта кетсем, қалай пернетақтада қарамай жазуға болады, сол туралы айтатын боламыз. Жалпы пернетақтамен тез жұмыс жасаудың арнайы үйренетін сервистері бар. Қазір сіздерге соны көрсетемін. Мысалы, біздің жалпы целіміз, біздің мақсатымыз пернетақтамен жұмыс жасау барысында, яғни көзімізді жұмып дейді ғой, жаңағыдай пернетақтаға қарамай немесе солай жалпы пернетақтаға қарамай жұмыс жасап үйрену, яғни былай кнопкаларды басу. Так, не істейміз енді? Ең бірінші Google іздеу жүйесіне кіреміз. Онлайн слепой печать деп жазамыз. Мысалы, Google умный поиск біз қате жазсақ та дұрыстап береді. Мына жерде бізде Rototype деген сайтқа кіреміз. Печатай быстрее дейді. Начать печатать дегенді басамыз. Мына жерде айтып тұр бізге осы текстті жазда өзіңнің, яғни скорость печатіңді біл дейді. Так, мен қазір жазып көрейін. Қателесіп кеткен сияқтымда. О, болдым. 222 знак в минуту дейді. Ты печатаешь быстрее, чем 50% дейді. Мен, вроде менде скорость нормальный сияқты, бірақ әлі де дайындалу керек. Так, улучшить скорость дегенді басамыз. Бізге регистрация через Google деген кнопка шығады. Соны басамыз. Так, өзіміздің логин парольмен жалғастырамыз. Нақтырақ айта кетсем, өзіміздің яғни электронды почтамызды жазып, одан кейін парольді жазып, ары қарай кіреміз. Так, мінекей мен кірдім. Мына жерде менде разрешить деген кнопканы басамын. Так, сосын менде осындай шықты да. X-ті басайын мына жерде. Так, қайтадан басам, улучшить скорость. Қазір қайтадан басып керек. Регистрация через Google бізде уже шығу керек. Мінекей шықты. Так, мінекей біз кірдік. Мына жерде бізде поехали деген кнопка бар, соны басамыз. Так, Муслим дейді. Мына жерде начать обучение, соны басамыз. Так, упражнение 1 из 9. Начать. Так, осыны енді жазамыз. Жалпы осы Rototype сервисімен слепой печать үйренуге болады. Яғни пернетақта қарамай тез жазуға үйренуге болады. Так, мен қазір осы заданиені өтуге тырысып көрейін. Так. Ой, пожалуйста, смени раскладку дейді. Менде английский қосылып кеткен ғой. Так, 1, 2, 3 бастайық. Ох, бір ошибка кетті. Аха. Болдым. Так, көреміз бізде. О, бір ошибка кетті. Бізде дальше деп шықты. Егер сіз 3 рет ошибка жіберіп алсаңыз, сізде мыналарда мынандай сары түс жанбай қалады, сізді келесі сабаққа өткізбейді. Мені қазір мына жерде өткізіп тұр. 207, яғни значок минуты деген сияқты, иә. Так. Дальше басайын. Екінші бізде упражнение 2 из 9 дейді. Бұл жерде енді кішкене басқаша. Так. О, бұл кезде мен кішкене көбірек жазған сияқтымын. Менде уже 236 болды. Мен ешқандай қателікті жібермедім. Сол себептен менде мынандай үшеуі де жанып тұр. Яғни жұлдызша, домалақ және мынандай жылдам деген белгі. Үшеуі де жанып тұр. Так, басып көрейік. Дальше. Так, начать. Так, енді не істейміз? Бұл кезде уже бізде кішкене қиынырақтау, иә? Охо. Давай мен қателер жіберіп көрейін былай. Мысалы 38 ошибка мен қате жібердім, иә? Так. Так, мінекей менде ошибка болды. Сол себептен мен келесі сабаққа мені жібермейді. Яғни сол себептен мен қайтадан еще раз деп басып, қайтадан мен дайындаламын. Так, енді мен сіздерге тағы бір онлайн сервис көрсетейін. Так, онлайн, қазір Google-ға жазайық. Онлайн печать слепой научиться. Біз қате жаздық, Google бізге дұрыстап беруі керек. Яғни Google умный поиск бар. Жарайды. Так, мына жерде бізде қазір бір сайт бар, неки senselang.org деген. Осы сайтқа кіреміз. Бұл жерде тоже өте ыңғайлы. Бұл жерде бізде мынандай көрініп тұрады екен, иә. Так, урок 1-ді басамыз. Так, бізді осындай бөлімге жіберді. Осы жерден 300 емес, бізге кішкене 100 деп қою керек. Себебі 300 ол қатты көп. Яғни ол бітем дегенше біраз уақыт өтіп кетеді. 100 дейік. Болды. Стартты басамыз. Так, мінекей.
жоғарыда бізде көрініп тұрады. Мысалы, мына жерде қате басса, мынаны қараңыз. Мысалы, мен қазір q деген әріпті басып жатырмын. Мысалы, немесе ы-ды басып жатырмын. Маған мына жерде мына саусақпен оны бас деген сияқты, яғни көрсетіп тұрады маған. Так, қазір қайтадан былай жасайын. Ну, жарайды, давай. Ал енді бастаймыз. Так, о, а. Осылай тез жаза береміз. Бұл жерде қате жазсақ, резко қолды көрсетеді, көрдіңіздер ғой, яғни мына қолмен мынау, яғни кнопканы бас деген сияқты. Так. Ой, біраз қате жібердік. Оқы, бітейін де қалдық. Болды. Так, 54 ошибка. Біздер басында көп қате жаздық қой. Жалпы осы мінекей еще раз басып, арғай тағы да көрсетсе болады. Осы SenseLang тоже бұл күшті онлайн тренажер дейді ғой. Жаңағыдай онлайн қарамай жазуға үйренуге көмектесетін арнайы сервис. Жалпы бүгінге осы, достар. Сіздермен бірге болған Муслим Муса. Алдағы уақытта тағы да пайдалы видео сабақтарды шығаратын боламыз.